Сәлем достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, оңай жасалатын бөлке нандардың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарап, сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жылы суымызды құямыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 3 шай қасық шекер саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне 2 шай қасық сұйық май қосамыз. Сары май қосамыз. 2 шай қасықтай дрожж қосамыз. Жақсылап араластырып, електен өтілген ұнымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Өте жұмсақ болып шығады. Осылай дастарханымызға қамырымызды төгіп, жақсылап илейміз. Көп илесек, қамырымыз, бөлке нандарымыз өте керемет шығады. Осылай жылтыр болып шығады. Осылай дастарханымызға, столдың үстіне осылай ұрғылап, 3-4 мәрте. Сонда қамырларымыз жылтыр болып шығады. Одан кейін табағымызға салып, бетіне пленка жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағатқа қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Енді оны алып бірнеше бөліктерге бөліп илейтін боламыз. Менде дәл осы рецепт бойынша 7 бөлке нандар шықты. Егер де көбейтіп жасағыларыңыз келсе, салмасын көбейтіп саласыздар. Осылай жайып аламыз. Не жұқа, не қалың болмау қажет. Мен бөлке нандардың ішіне варенка және де сгущенка қостым. Сіздер начинкасына өздеріңіздің қалауларыңызды қоссаңыздар болады. Ішіне мейіз, жер жаңғақ дегендерде қоссаңыздар өте дәмді шығады. Осылай жауып, шығып кетпеу үшін мықтап жауып болуларыңыз қажет. Осылай 1-2 рет орап жіберіп, дөңгелектеп форма жасаймыз. Барлығын видеода көрсетілгенде жасап шығамыз. Одан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пешке 180 градуста салып пісіріп аламыз. Өте дәмді, керемет шығады. Жұмсақ, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге дәл осындай оңай рецепттер шыққанын қаласаңыздар, міндетті түрде комментарийға қалдырыңыздар. Және де маған тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар.